Қазақстандықтар осы күрделі сұраққа бір мәнді жауап бере алулары үшін референдум қарсаңында күллі республика бойынша атомдық энергетика саласындағы сарапшылармен сапарлық кездесулер өткізілуде. Күні бұрын сондай сараптамалық топ Риддер тұрғындарымен де өткізіп, тұрғындардың мүдделі сауалдарына жауаптарын берді. Бірінші кезекте халықты қызықтыратыны жалпы Қазақстанға атомдық электр станциясының құрылысының қажеттілігі. Сарапшылардың айтуынша, атомдық электр станциясы сияқты жаңа өндіруші қуаттарды қалыптастыру электр энергиясының жалпы тапшылығынан және жер-жердегі айналмалы өшірулерден арылуға мүмкіндігін береді. Планируется строить 2 реактора мощностью 1200 или 1400 мегаватт. Қуаттылығы 1200 немесе 1400 мегаватты 2 реактор салу жоспарланып отыр. Реактордың қандай типі таңдалатын болады, соған байланысты қуаттылығы да таңдалады. Елімізде станцияның өзге түрлері де бар, және жаңалары пайда болады. Белгілі болғандай, Қазақстанда 3 жаңа жылу энерго орталығының құрылысы жоспарланған. Оның біреуі біздің Өскемен қаласында салынады. Кестеден қарасаңыздар, атомдық электр станциясы ең кіші пайызды алып тұр. Яғни бұл дәл қазір барлығын тастап, тек атомдық электр станцияларын салып бастаймыз деген сөз емес. Атомдық электр станциясының құрылысы Қазақстанның қай өңірінде жоспарланып отыр? Басым жерлердің бірі Алматы облысы үлкен ауылы. Қасында Балқаш көлімен, және бұл сөзсіз плюс. Себебі станция жұмысы реакторды салқындату үшін судың үлкен көлемін талап етеді. Сарапшылар сабырға шақыруға асықты. Атомдық электр станциясы көлге зиянын тигізбейді. Қажет судың көлемі табиғи буланудың көлемінен 1 есе аз. Елімізде атомдық электр станциясының құрылысының орны таңдалуда. Бірінші нұсқасында Курчатов қаласы, ол Абай облысында. Екінші нұсқасы Алматы облысы үлкен ауылы. Екі аймақта техникалық жағынан бірдей жарамды деп шешілді. Екеуінде де гидрологиялық, сейсмологиялық өңдеулер жүргізілген. Нәтижелер бойынша екі өңірде атомдық электр станциясының құрылысына жарамды деп мамандармен танылған. Әйтсе де өз нұсқаларын энергетиктер де айтты. Атомдық электр станциясын тұтынушылық қажеттілік бар жерге салу шешілді. Оңтүстік өңірде халық саны көп жерде салған оңтайлы деп көзделуде. Өйткені ол жерде өндіріс бар және техникалық тұрғыда сай, сонымен бірге ол жердің тұрғындары да келісімдерін білдіріп, бұл шешімді қолдап отыр. Радиоактивті қалдықтар қалай және қайда сақталатын болады? Экологияға және қазақстандықтардың денсаулықтарына зиян келтірмей ме? Тұрғындарға сақтау және келесі сақтау кезіндегі толық қауіпсіздікті қамтуға мүмкіндік беретін радиоактивті қалдықтарды қайта өңдеудің жаңа технологиялары жайында хабардар етті. Халыққа радиация жайында айтылғанда бірден жағымсыз реакциямен қабылдайды. Ол түсінікті. Өйткені кезінде атомдық ядролық сынақтар өткізілген. Ал экологиялық тиімділігі жағынан атомдық электр станциясы көмірден тиімдірек саналады. Атомдық электр станциясының құрылысында қазіргі таңдауы заманауи әрі озық ғылыми технологиялары пайдаланатын болады. Қазір түрлі тиімді технологиялар бар, оның дәлелдері де бар. Бұл менің жеке ойым. Сондықтан мен сіздердің ойларыңызды өзгерту үшін айтып жатқан жоқпын. Референдумға келіп, келісемін немесе қарсымын деп өз дауыстарыңызды берсеңіздер болды. Назарларыңызға рахмет. Риддер тұрғындарымен кездесу шамамен 1 сағатқа ұзады. Барлық сұрақтарға жауаптар алынды. Енді риддерліктерге күллі Қазақстанның халқындай өз таңдауларын жасауды ұсынуда. Атомдық электр станциясының құрылысына 10 жылдай уақыт қажет болады. Алайда келісемін немесе қарсымын деген өз дауыстарыңызды тура қазір берулеріңіз керек. Аз дегенде 1 айдан соң елімізде Қазақстанда атомдық электр станциясының құрылысы сұрағы жөніндегі референдум өтетін болады.